Саламатсыздар ма? Бүгін осындай әдемі той басталар жасаймыз. Менің аты жөнім Батырғали Динара. Мінекей, осындай барлық шаблондары біздің VIP каналда болады, Телеграмның ішінде. Тек қана жүктеп алып, текстін жазып, уже ары қарай жұмыс жасай бересіз. Бұның барлығының шаблоны дайын. Ал бүгін мінекей біз копилка жасаймыз. Осының шаблонын тоже Телеграм каналдан жүктеп алдым. Егер сізде каналға қосылғыңыз келсе, міндетті түрде осы YouTube каналға подписка жасап, описаниедегі номерге хабарласыңыз. Мінекей, дайын копилканы распечатка жасап алдық. Текстін жазып, самоклеющий фотобумага 130 грамм. Соған распечатка жасадық, яғни самоклеющий деген ортасы ашылады, жабысады. Мінекей, примерка жасаймыз, осылай келтіріп, қайта-қайта айналдырып. Себебі жабыстыру барысында айналып кетеді. Солай айналып кетпес үшін осылай примерка жасап аламыз. Примерно 1-2 сантиметр лишний қалады, соны қиып тастаймын. Содан кейін қайтадан примерка жасаймын. Мінекей, осылай примерили, все нормально. Теперь бізге тек қана самоклейканы ашып, жабыстыру ғана қалады. Ашып жабыстыру барысында мен бірден ашып тастап жабыстырмаймын, себебі қисық жабысып қалады. Мен бір шетін ғана ашып аламын, осылай қиып тастаймын. Содан кейін примерка жасап, мінекей, осылай бірінші примерка жасап алам, барлық жер келіп тұр ма, нормально ма, қисық кетпей ма деген сияқты. Осылай жасап болғаннан кейін, егер барлығы сәйкес келген жағдайда, уже потихоньку жаңағы 3 бұрышты копилкаға жабыстырып тастаймын. Осылай жабыстырып тастағаннан кейін барып, уже жайлап ашамын. Сосын жайлап уже жабыстырып бастаймын. Өте прям сондай маңызды жұмыс. Аккуратно, медленно жайлап жасауыңыз керек, себебі қисық кетіп қалады. Сол үшін обязательно примерка жасауыңыз керек бірінші. Содан кейін ровно уже жабыстырып шығасыз. Мінекей, копилкамыз дайын. Бәріне ұнатты деп ойлаймын. Міндетті түрде лайк басып, YouTube каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге үлкен рахмет. Копилканың іші нұрға толсын деп тілеймін. Сау болыңыз.